Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Орыстың фашизмге кетіп қалғанын, кезіндегі герман фашистерінен арман фашистік бағытта екендігін біліп, кеше бүкіл дүние жүзі жағасын тістеді. Баяғыда таңырқап бір нәрсеге тіксінсек, жағаңды тісте дейтін. Жағасын тістеді. Аузы бары ашылып қалды. Жұрттың иегі түсіп қалды. Не зұлымдық? Соғыс майданында қолында қару жоқ, саусағында бір тал темекісі тұрған, темекісін тағы қорықпай шегіп тұрған Украин сарбазы туралы видео бүкіл дүние жүзін дүр сілкінді. Бүкіл дүние жүзі. Енді әлемдік медиада бұны айтпаған, жазбаған ешкім қалмады. Жаңағы Украин сарбазы қолында темекісі тұр, қару жоқ, тұтқын. Женева конвенциясы бойынша тұтқынның жағдайы жасалу керек. Тұтқын ұрылмау керек. Тұтқынды ұруға болмайды. Тұтқынды өлтіруге болмайды. Тұтқынды азаптауға болмайды. Тұтқынды тамақтан қинауға болмайды. Тұтқынды әжетханадан қинауға болмайды. Тұтқынды жаңа кез келген керек затын береді. Тұтқын егер жаралы болса емдеуге тиіс. Бұл бүкіл дүние жүзі келіскен Женева конвенциясындағы шарттар. Ресей қол қойып қойған. Енді қара. Жаңағы тұтқынды алады да, орыстар қолдарында қаруы бар, орысша сөйлеп тұр. Сіздер де, мен ойлаймын, сол видеоны көрдіңіздер ме? Астында жазыңыздаршы, көрдіңіздер ме? Анау ана темекісін шегіп тұр, менсініп тұрған жоқ. Ананың темекісін шегіп, менсінбей тұрған видеосын көріп, разы боласың. Разы боласың. Нағыз еркек екен. Еркекші өл. Темекісін шегіп тұр. Ана орысты адам көріп тұрған жоқ. Ананың жүрегінде орысты тіпті қорашсынып тұрғаны, менсінбей тұрғаны, бойына тоғытпай тұрған паңдығы, ананың патриоттығы ең соңғы сөзін айтып қалады ғой. Ең соңғы сөзін. Даңқ Украинаға дейді ғой. Glory to Ukraine дейді. Даңқ Украинаға дейді. Жеңіс Украинаға дейді. Ал міне, тағы дұрыс айтып. Ана жерде мүмкін 100 оқ дейді, пулеметтен оқ жаудырады. Тіпті пулемет оқ жаудырған ананың қолын да бүйтіп сілкілдеп кетеді ғой. Ананың тура көз жақын аралықтан атып, оқтың от боранның астында қалдырады. Енді осы видео бүкіл дүниені шошытқаны соншалық. Орыстардың жауыздығы, орыстардың иттігі, орыстардың қайуандығы, тіпті орыстарды қайуан ит десең, итпен қайуан қобал, адамдықтан безген қайуанның өзі өйтіп бірін-бірі қорламайды. Сөйтіп өлтірген видео бүкіл дүние жүзін дүр сілкінді. Енді орыстар ойбай, бұның бәрі өтірік. Өтірік болғанда өтірік, бұл Украинаның бізге жапқан жаласы деді. Сөйтіп еді, украиндар бұл өлген солдаттың аты жөніне дейін анықтап шығып, енді оны ұлт қаһарманы деп өрден беруге ұсыныс жасап жатыр. Атына дейін анықтаған. Мен керек десеңіз аттарын да анықтап бере салайын. Оның атына дейін анықтап қойды ғой. Сонда ол қалай Украиндікі болады? Сонда Украин өзінің адамын өзі сөйтіп мүмкін емес. Мүмкін емес. Енді жаңағы бұл енді сұмдық оқиға болды енді. Қазір енді бұның аты Тимофей Шадура Николаевич екен. Тимофей Шадура Николаевич екен. Бұл бұрынғы нөмірі 30-шы механизацияланған бригаданың кәдімгі official сарбаз екен. Биыл 41 декен жарықтық. Биыл 41 декен. Міне Тимофейді енді кәдімгідей оны ұлт қаһарманы дейтін өрден беруге украиндер атсалысып жатыр екен. Бұл қазіргі осы біздің соғыстағы, осы уақытқа дейін соғыстағы ең сұмдық оқиға болып қалды. Жұрттың бәрі ойлайды, бір Украин өлді,
Онсыз да бәлен адам өліп жатыр ғой дейді. Мына дүние, мына адамдардың назары кейде осындай бір нәрсеге ауады. Осындай бір нәрсе. Иә, соғыста 100 мыңдаған орыс өліп жатыр, украиндер өліп жатыр. Иә? Бірақ мынандай бір оқиға адамдардың назарына ұмытылмастай болып қалады. Жүйкеге бірінші әсер етеді. Жүрекке әсер етеді. Жүрекке әсер етеді. Дүниеге бүгін Украинада жаңағы орыстың бәлен әскері өлді, Украинаның түген әскері өлді, түген ғимарат қирады десең, адамдардың санасына ол бірден әсер етпейді. Ол мүмкін украиндерге әсер етеді. Мысалы, Бахмуттың қаласында мынандай докторханаға ракета түсіп, бәлен адам өлді. Жаңағы Бахмут қаласындағы театрдың төбесі опырылып, ракеталық соққыдан қирап қалды деген хабарлар украиндарға әсер етеді. Неге? Ол жерде болған, театрда болған, бала күнде оқыған, әңгімесі украиндер жүр. Бірақ шеттегі адамдарға ол бір жай ақпарат сияқты, мысалы, жай ақпарат. Бірақ мынау сияқты оқиғалар, мынау сияқты типтік оқиғалар, бұл жаңағы Тимофейдің өлімі, бұл 100 мыңдаған, тіпті миллион адамның өлімінен арман адамның жүрегіне әсер етеді. 100 мың емес, миллион адамның өлімінен. Тіпті бәлен жерде апат болып 100 мың адам өліп қалды десе, адамдар кока-коласын ішіп, шайын ішіп отырып, өткізе салады. Өліп қалды деп. Бірақ мынандай оқиға жүйкеге әсер етеді. Жүйкеге әсер етеді. Енді осыдан барып ойлай берейік. Орыс кәдімгідей ашық әшкере соғыс қылмысын жасады. Енді орыстың медиалары шулап жатыр. Твиттерді қарасам, ойбай да ойбай, бұл Украинаның шоу болып жатыр. Ақ көк анау мынау дейді. Бірақ Украинаның шоу емес. Бұл Тимофейдің атына дейін анықталып отыр. Кім екен анықталып, өлген анықталып отыр. Және видеоны орыс медиаларында бірінші таратқан. Орыстар ең сұмдығы бұны істеген түсірген адам түгілі, мананы қуанып, рахаттанып, орыстың, Ресейдің әлеуметтік желісіне салған адамдарды қарап отырсаң, олар зұлымдықтан рахаттанатын адамдар. Орыстар жаңағы Тимофейді атып тастаған видеоны ерлік деп біріне бірі таратып мәз болып жатыр. Бірақ бүкіл адамзат, күллі адам баласы орыстың иттігін тағы бір қырынан таныды. Ит десең итке обал. Бұл хайуан екеш, хайуанның өзі істемейтін иттікті істеп отыр. Бұл соғыс қылмысы. Кәдімгі соғыс қылмысы. Қару жоқ адамды атуға тиым. Тұтқынды қорлауға тиым. Женева конвенциясында тұр. Бұл орыстың міне нағыз адам аузы бармайтын зұлымдығы. Қытайда сол. Бұлар осындай зұлымдықты батырлық деп